Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін мен сіздермен бірге мынау мұғалімдерді жұмысқа қабылдау бойынша құжаттарды қалай тапсыру керек екенін көрсететін боламын. Алдымен мынау hr.nobd.edu.kz деген сайтқа кіреміз және бұнда тіркелеміз. Тіркелу өте оңай. Одан кейін ECP ключ арқылы кіреміз. Одан кейін вакансия бөліміне өтеміз және әрі қарай өзімізге керекті мұнда қараймыз дағыны регион таңдаймыз. Сіздер қай облыстан боласыздар, сол қаланы таңдайсыздар. Мысалы, мен Шымкент қаласы. Міне, қай аудан сізге тиімді, үйіңізге жақын Қаратау районын таңдаймыз. Және де осында өзіңіздің должностьіңізді таңдайсыз. Мысалға, мұнда по тарих бойынша мінекей осында бос орындар жарияланады және мұнда қазақ тілінен болса мына язык обучения казахский деп тұрады. Орыс тілінен болса орыс тілі деп көрсетіліп тұрады осында. Және мына үстіңгі жағында көбінесе қателесетін жайт бар. Временный вакансия деп көрініп тұрады және постоянный вакансия. Бұлар қазір постоянныйға жарияланған вакансиялар. Мысалы, осы вакансияға құжатты тапсыру үшін мына отклониться деген кнопканы басамыз және де әрі қарай мына қызылмен белгіленген барлық құжаттарды қарастырып шығамыз. Алдын ала құжаттар жүктелген, мұнда барлығы түсінікті жазылып тұр. Конкурсқа қатысатын кісінің заявкасы және электронный документ, цифровой документ, мынау удостоверение, одан кейін кадрға толтыратын қағаз, көк қағаз, соны толтырасыздар. Одан кейін мұнда көрсетіліп тұрғандай дипломды саламыз. Одан кейін 075 справка, үш справка, медицинский үш справка. Одан кейін категория бойынша және трудовой саламыз. Одан кейін оқыған курстарыңызды толықтай салып шығасыздар және әрі қарай и уровень база өзіңіздің оқыған неңізді саласыз. Ол магистр оқыған болсаңыз 5 балл, немесе обычный высший оқыған болсаңыз 2 балл. Академический степень болатын болса қоюыңызға болады. Енді категорияңызды белгілейсіз. Педагог болса педагог, модератор болса модератор дегендей. Міне эксперт әрі қарай. Және мұнда өзіңіздің жетістіктеріңізді саласыздар және диплом, өзіңіздің мақалаңызды, жетістіктеріңізді толықтай саласыздар. Барлығын өздеріңіз бағалап шығасыздар мына балдық шкала бойынша. Барлығын өздеріңіз бағалап шығасыздар. Мұнда бары көрсетілген. Одан кейін мұнда файлды жүктеу қажет. Бірақ мен басқа құжатты жүктей тұрайын әзірге. Одан кейін бұны да бағалау қажет. Балдық жүйе бойынша. Кейін әрі қарай. И осы жерден сіздерде общий балл көрініп тұрады. Және бұл сайтта және комиссия мүшелері толықтай қарайтын болады. Мұнда сізде жарамсыз алғыс хаттарыңыз болатын болса, мұнда балдарыңыз азаятын болады. Және сіздерге осы азайған балмен келісесіз бе және келесі этапқа өтесіз бе деген хабарлама келу керек. SMS телефон нөмірге.
смс келгеннен кейін сайтқа кіріп осы балл бойынша келісемін деп қол қойсаңыздар келесі этапқа өтесіздер және әрі қарай конкурсқа қатысасыздар және толық құжаттарды кім толық тапсырды сол кісілер конкурсқа толықтай қатысады және де құжаттарды дұрыс жүктеген адамдардың баллы көп кім көп балл жинайды сол кісі жұмысқа кіретін болады. Және ECP мен кіретін кезде бұл жерде NCLR деген программа керек болады. Мынау ол программаны орнату үшін нұсқаулық керек болса комментарийға жаза кетіңіздер. Ол жайында да видео түсіретін боламын. Каналға тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар.